ненің фанаттары шығар, Сәкен Майғазиевтің қатты қызық болып, өмірі қызық болып жүрген адам шығар. Маған қызық емес мысалға ше. Дұрыс деп ойлайсыз ба бұл істі? Дұрыс емес. Тегін болса адамдар көретін еді ше. Оны ақшаға сатып алып, Сәкен Майғазиевтің өзінің тойы болып жатса жарайды, түсінемін мен ше. Оның баласы кімге керек деймін де, оның аты да шықпаған, ештеңкесі жоқ та, оны просто ақша төлеп оны көрген былай дұрыс емес деп есептеймін мен. Ол еріккендік қой оның бәрі. Это бред. Дұрыс деп ойлайсыз ба? Жоқ. Хайп қой енді, ақша істеудің андай бір амалы. Или по идее бұл хайп чисто өзінің көрермен жинап алу. Қарауға болады, иә, дұрыс болады, кейбіреуі дұрыс болмайды. Енді әр адамның өзінің білімі өзінше болады ғой, әр адам өзі қалай білгенімен өзі кіреді. Кіргісі келсе кіргісі келмесе кірмейді, өзі біледі ол жағы. Ол кімге керек? Ол кімге керек? Сәкеннің ұлының тойы, халыққа одан басқа мәселе жоқ па? Сондықтан ол даңғаза. Менің ойымша. Көпшілік солай ойлайды деп ойлаймын, өйткені бұл мақтанкершілік қазақтың. Білмеймін, мен олай істемес едім. Мен дұрыс деп санамаймын. Дұрыс деп ойлайсыз ба бұл? Жоқ, дұрыс деп ойламаймын. Сіз алар ма едіңіз осыны істесе деген? Қаншейін көресің болды, соған төлейсің ақшасын. Өкеті. Керек емес ондай нәрсе. Зачем? Деньги пустую отдавать. Қазір халыққа көмектесу керек. Той жасамай. Не қажеті бар оның? Бүйтіп ақша төлеген көргенше. Той сол бәрі той бір той ғой. Қажет жоқ. Дұрыс деп ойлайсыз ба? Дұрыс емес қой негізі. Иә. Өздері дұрыс шығар енді. Негізі өздері біледі ғой, бірақ ондай қызық емес екен. Дұрыс шығар.